жұмыс жасай беріңдер. Оған дейін мына жігіт енді қозғалып, мынау да бір қарайған ақшасы сонда жүреміз ба не? Каждый мекемеге бар, қайта бастырып, каждый мекемеге бар. Тұсау кесу керек болып тұр ғой сіздің айтуыңыз бойынша. Аяқтың каждый мекемесі бір мекемеге келіп тұр ғой мына жерге. Сен келіп тұрған шығарсың бір мекемеге. Біз бір мекемеге барған жоқпыз, вопрос сол. Вот солай, соны дұрыс түсінсең. Қай жаққа барасың? Кезбейден де солай болды. Не, тағы да бір жерге баруымыз керек қой. Міне деп өзеннен газ қарып отырық біз кезбей жүргенде. Мына техника болмайды. Сәл-шыдаң. Ал жақсы, одан шығып Бералиге бардық. Сәл-шыдаң. Мен мөлдір келді тағы шыдаймыз ғой не? Кезбейдің мына мөлдірдің не кінәсі бар саған? Жұмыс берген кінә. Жоқ, кінә ең осы біздің не кінәміз бар? Біздің. Тұра тұрыңызшы. Не кінәсі бар дедіңіз ба? Иә. Міне айтып тұр жігіттер келіңдер жұмыс жасаңдар барым осы деп тұр. Жөндейін дейді, устранить етемін дейді замечание. Заңды, зайырлы мемлекетті, конституцияны ұмытып кеткен жоқсыз ба? Кешегі жасаған мекемеңізде де бәрі подъемниктер идеальный болды ма? Айтыңыз сен. Не деп сол кезде жауап берді? Не деп жауап берді сол кезде? Не деп сөз берді бізге? Идеальный болды. Сіз сияқты айтқан жасадыңыз ғой. Жаймен жасадыңыз. Бералиге не қатысы? Қартқа дейін жасадыңыз ғой. Короче, жігіттер тоқтатайықшы. Жасамаймыз біздер. Bir сөз, нүкте. Болды. Новый подъемникта өздерім қараймыз. Сенен сұрамаймыз. Сұрамай-ақ қой. Болды. Қой, жаймен айт. Маған бәрі. Ты не указывай. Болды сен. Үкімет бар, заң бар, конституция бар. Болды, соған сүйенеміз біздер. Жаса, өздерің қараңдар. Өздерім қараймыз, сенен сұрамаймыз. Мекеме көрсетті. Рахмет, сау бол. Өз жұмысын жасап жүре бер. Кожаный кажак келіпсең, рекеттер ұқсап жасасаң, не кедергі деп өзім білем ғой. Субординация деген болады, үлкен кісі субординация сақтап кішкене. Конкретно өздеріңде субординация сақтаңдар, мен де субординация сақтап тұр. Жоқ, біз манадан не айтып тұр, жаймен де түсіндіріп, манадан айтып тұр, ана жерде механик, сен мына жерде тұрсың да, ана жерде механик бар, бәрі түсіндіріп отыр ана жерде де, а сен вникать етіп кірген жоқсың да ана жерге, мына жерде тұрсың, келесің да, дарыстар жасасаң жаса, жасамасаң жасама. Өздерің қараңдар. Міндетсің бе бізге конкретно? Сен де өз жұмысын жасасаң жаса, жасамасаң қой оны. Проблема екен, түсіндіріп отыр, Ерлан шақырып отыр, бал механиктер бар. Көрінді. Қазір дайын ба? Қазір жұмыс жаса деп тұр ғой, мен Нұрдәулет айтып маған жұмыс жаса дейді. Азамат жасаңшы жұмысты дейді. Халық аш қалмасын, жасаң дейді. Давай жасайық. Дайын ба жасаймыз. Дайын емес қой вопрос. Сода ғой. Дайындау сен сол кезде келеміз, жасаймыз деп айттық біз. Областной акиматтың ішінде отырып айттық біз. Неше түрлі костюмшалар киген адамның алдында отырдық. Жасадыңдар деп өйтіп нешін айтып отырсың сен? Жасадыңдар ғой, жасаңшы деп. Сол үшін айтып отыр ғой айқайдың бәрі. Бұлар жасай береді деген сұрақ келіп тұр ғой. Өшіп құл болып жүре бересіңдер деген әңгіме айтып тұр ғой жігіттер. Былай айтады сөзі қара. Сенен сұрамаймыз қалай сөйлесек те өзіміз сөйлейміз конкретно. Бералиңізде де осындай техника. Біз Берали біздікі емес, айналайында сызықсан үкімет бізге ашып берген сол мекемені. Біз сол кезде де көз жұмдық. Дәл солай. Сен сияқты айтқан ол кезде жасай берші деп жасадық ал. Обещанияны үйіп төгіп берген. Қайда сол адамдар жоқ қой, жұмыста жоқ до того. Орындарынан алып тастады ол адамдар. Адам көрмейді адам. Болды, жігіттер тоқтатты конкретно бұл адамдар. Давай жасай. Давай. Өздеріміз білеміз, сенен сұрамаймыз ешқашан. Мынандай мәселе ғой, Өзенмайгаз тарапына не айтасыздар мына техникаға деген сұрақ қой. Жасасаң жаса, жасамасаң жасама деп тұрғанға не айтасың? Көкірегі деген Құдай сақтасын аспанға ұшып кеткен. Вот ағайындар көрдіңдер ғой, Өзенмұнайгаздың өзі қалай жұмыс жасайды. Бұлар дейтін конституцияға, заңға, еңбек кодексіне бағынбайды. Міндетсінеді, тәкаппар кілең. Жасасаң жаса, жасамасаң жасама дейді. Сендерден сұрамаймыз біздер. Біздер тек заңды сұраймыз. Заңды талап етеміз. Заңмен жұмыс жасамайтын сендер заңды белшесінен басып жүрген Өзенмұнайгаз, Қазмұнайгаз. Сендерге айтам беттеріңе тіп-тіке.
Сол кеспейді, өзен мұнай газы кесетін затын кеспейді, бере береді кезбейге. Дәл осындай станоктар. Бастық айтып тұр ғой. Устраивать етіп берсін, содан кейін келеміз. 2 айда істейме, 3 айда істейме, күтеміз біздер конкретно. Құл емеспіз біздеріне. Лауазымға кірмейді. Олар дайын болу керек, сосын біз келіп қарауымыз керек. Ол әрқайсысына жағасы мына жер ботын ратын, ішпейтін мына жер майладың жүруіміз міндетті емес пе? Жұмыс, лайықты жұмыс орнын нету дайында, ол сол басшының өзінің міндеті. Конечно, міндетін. Біз қарауымыз керек, дайын. Ақшасы жоқ па, қатыспау керек. Мекеме дайын ба? Қалтасында дүниесі жоқ болса, неге қатысады олар? Қазмұнайгазға біздер мұнай өндіріп беру керек екенбіз, оларды заңға бағынбай, заңды белшесінен басып жүре беру керек екен. Вообще не путайте, Қазмұнайгаз, Өзенмұнайгаз конкретно беттерін айтам сендердің. Құтырман, халық үндемейді деген сайын. Мына қалған енді өзіңді көзің жетіп тұр ғой. Мөлдір мұнай сервистің директоры Ерлан деген жігіт. Жасата алмайсың да. Бұны жасатқан күннің өзінде де екі баланың өміріне күйдіріп алып аслында. Ерлан мынаны дейтін бар ғой, осы станок үшін бар ғой. Станоктың осындайлығынан шаршап шығып кеттік біздер кезбейден. Мына дейді 12 сағат отырып жұмыс жасауымыз керек қой біздер дейді, дұрыс емес па? Ерлан түсініп тұр ғой, оны да жалпы өзің ішіне бір да 12 сағат жұмыс жасап көресің ғой қыстың күнде. Сол кезде білесің ба, аяқтан сыз өткен кезде. Үйге барып кәдімгідей. Оны бәрін устроить етіп айтып отыр. Машин басқа қазір уақытта мен. Жоқ, мына техникалар бар ғой, специалияға шыққан техникалар ғой. Оны өзің де мойындауың керек та. Бұған өте ақша шығарып, қайта-қайта шығындала бергеннен мойын алып тұнғаның жөн да. Зато 10 жыл спокойно айдайсың да оны. Зато планыңызға орындайсың. Жұмыста жүреді ғой, әдемі. Каждый ремонтың, каждый қалтаңа түсе береді ғой, каждый ремонт. Новый техникасын бәрін алсын. Иә. Болмаса мынандай Доғырын беріп сөйтіп келсу керек конкретно. 5 жылға алып Нұреке, мына техникалар көріп отырсыз ғой өзіңізде. Бұлай қаладан келгенде білесіз, мына каскілетіп тұрғанда біздің балалар мынандай техникада уже біраз жыл жасады да. Әңгіме жоқ, кәсіпкер ғой, ақша тапқысы келе ма, доғырын беріп, бұл жігіт айтып тұр, мысалы мен 3 жылдық доғыр алсам, новый техниканы әкеліп беретін жағдайым қарастыруыма болады депті. Сондай жағдайды қарастырайық. Мынау мен ертең жұмысыңда жүрмейді, ертең жұмысың жүре алмай, күнде ремонт, анау 200-ға несіне жасай алмай, не керек, кімге пайда ол? Красканы бәрімізде көрдік, әдемі болып тұр, шыны керек былай сыртынан қарасаң да, ол краска қойды ғой балдар. Давай жұмыс жүргізейік, әдемісіне. Жұмыс жасау керек. Күні 24 сағат. 24 сағат кәдімгісі. Қалай соған жарайтсың ба? Бір жерде есіп. Ерлан, серьезно, мынау мен бар ғой сен. Адамдар жасайды ғой. Аң үсті баяға ағаш Кетіп тұрған қайғай комиссияның да көзі жетіп тұр ғой, жарамсыз екенін да. Баяға қазақшылыққа салып көз жұмып жасайды деуге кезбейдің тактикасында болған. Апрессорг туралы сұрағымыз бітті ғой. Жарамсыз ғой да барлығы. Енді мына мәдени үйшікке келсек, бір-екі сөз айтатын жігіттер айтып жіберіңізші мұнда. Мәдени үйшікке условия жоқ, тропончиктерге базаға дым арналмаған вообще. Для себя охранниктерге істеп қойғансыңдар условия, бір туалетмен, бір душевой, бір камерамен толтырып, басқа дым жоқ. Мына 3 вагонның ішіне кіріп барадық. Мына БПО ретінде өзің айтшы мәдени үйшік. Кәдімгі баяғы умывальник тұр ғой әлі. Насос, 500-лік бочка, аристон, сосын каждый балалардың шешініп киінетін, май киім салып қоятын шкафчик ештеңе жоқ. Барлығына бір шкаф па сонда? Астарды шіріп отыр. Жалпы жігіттер былай ғой, оның бәрі де ол белгілі затта, бұл жұмыс жасап тұрмаған затта. Мына Ирландта түсінеміз да, бұл конкретно договорда жоқ конкретно, бұл жасап кететін да. Бұл енді әкеліп беріп тұр. Бұл үшін біз уақытша жасауымыз керек та, баяға салып та. Одан кейін ол 2 ай ма, ол жылдың аяғында бола ма, ол объемда жаңа 3 жылдықта. 3 жылдықтан кейін бұл жігіт әңгіме жоқ, жағдай жасайын деп тұр да. Бұл жерде стыковка келмейді да, конкретно 3 жылдығын алсын, договорын алсын, жағдай жасасын. Дұрыс айтасың. Жұмысымызда өнет, бір-бірімізге қарсылығымыз да жоқ. Әдемі дальше больше кетеміз, солай емес па? Ертең мына подъемникті бастаймыз, әңгіме жоқ, бәріне көз жұмыста. Ертең Құдай сақтасын, әртүрлі бәле болуы мүмкін, ұсыныс бойынша Берали мекемесіне осындай подъемниктермен шыдаң бәрі шоколад болады дегенге бардық қой.
жасай алған жоқ та. Мында да келеміз, ол дальше болатынына болмайды, ешкім гарантия бере алмайды. Мына Қазмұнайгаз, Өзенмұнайгаздың өкілдері түгел тұр осы жерде. Бәрі де естіп отқан шығар. Сосын мына станокты келсе бізді қаралайды ғой. Біз өзіміз жасамайды, не бұлар бердік деп. Қатерге тіге алмаймыз. Сөзің шынын айтқанда. Өмірге қауіп келтіріп тұрған станоктарды, даже техникаларыңыздың аяқтары бәрі лысый екен да, тек бір техниканың сауда, мысалы, подъемға мінет, бәрі өмірге қауіп келтіретін нәрселер ғой олар деген. Оның барлығы қайрат айтып тұрған затқа келтіріліп тұр ғой. Қарайтын болсаң, заңға сай емес заттар көп та. Ертең Өзенмұнайгаздан сағат орында дейді, план орында дейді. Қайдан оның бәрін нападемникпен орында оны? Оларға ақша керек әйтеуір қатарларды. План ғой, біріншіден өмірге қауіп келтіреді ол. Осы комиссия қайда? Өзенмұнайгаздың барып тексерейік. Подъемник қандай жұмыс жасап жатыр? Промыслда. Механиктер алып келген шығар. Может, дайын деп айтады шығар бір. Не айтады екен түрін көріп? Не сұрайды? Өздеріне айтады деген сұрақ қой екен нападемник. Жігіттер, былай ғой. Мына қайда? Ерлан қайда? Желание бар, ауыстыратын заттарды ауыстырам дейді. Мынадан бастап жұмыс жаймен бастай бер, жасай берге. Соған Сөзін бөлмен. зарплата алып, ақша тауып жұмыс жасауға. Айтайын ба? Спецификацияға сәйкес келіп тұрса бастасын. Мынандай ғой, жаңа ана жерде айтып тұрсыз, естімей қалып тұрсыңыз да. Мынау ережеге сай болмай тұрып, біз жұмыс жасап, кеше мына облысқа барғанда айттық қой, нұрдәулетті көрдің бе? Ешқандай ережеге сай емес, біз қалай жұмыс жасаймыз. Мен сол бригадның шеберімін, мен барып оны тоқтатуға міндеттімін. Жұмыс жасамада тыйым салуға міндетті адаммын. Қазір жігіттерге жұмыс жаса деп қалай айтамын. Мына жігіт менің машинистім. Мына жасайсың ба осы техниканы? Мен осы станокпен жасамайын деп бар ғой. Былтыр да бардым Астанаға. Кезбейдің осындай мусорлардан шаршап бар ғой. Ананың ішінде отырып 12 сағат круглосуточно үшін жұмыс жасау керек мынау. Ертең сағат сұралады ол дейді. Мына кемшіліктерін дұрыстап берсе, желание бар ма жұмыс жасауға жігіттер? Неге жасамайды? Кемшілік болғанда мына станок мына кесу керек. Жазып беріңдер, қағазбен көрсетіп. Бір ай жарым болды ғой План бар, устранить етсін. Сосын барып тексеріңдер. Диагностикадан өткізсін. Бір жылға диагностика шығарып берсе.